Сонда әйел адам жаңағы сауапқа бату үшін еркек адам неге қателеседі деп ойласақ, енді әйел адам жаңағы көрегендігі, егерде ер адамнан дұрыс нәрсені көрсе, соны өсіріп шығарады, және де жақсы жылы сөйлесе, еркек адамның жолы ашылады. Сол әйелдің көзқарасы арқылы қоғам бәрі ер адамына солай қарайды. Мысалы, әйелі жақсы деген ер адам бір жерге барса, оған барлық адам жұмыста береді, жақсылықты да береді, барлық нәрсе оның алдында ашық тұрады, жолы ашық тұрады. Ал әйелі бұл адамды дұрыс емес деп, немесе жаңағындай тиісіп сөйлеп, кешке дейін ұрсып, кешке дейін басып отыратын болса, оның қандай басы жұмыс істеп тұрса да, ол қоғамға шыққан кезде елдің бәрі күйеуіне солай қарап тұрады. Сосын әйелі айтады: сен неге ақша көп әкелмейсің, сен умныйсың, басың істеп тұр, неге жұмыс жасамайсың дейді. Бірақ өзінің көрегендігін жөндемейді. Өзінің көрегендігінде күйеуін жаңағыдай көп нәрсесі дұрыс емес, придирка, өзін кішкене жоғары қойып алады, әйел адам білместікпенен эгоға ереді де. Сөйте бергеннен кейін еркегі ақша әкелмей қалады. Сонда ол жерде де Аллахтың мудрасы тұр, өйткені әйел адам көмекші ғой, көмекші болып сауапқа батады екенбіз. Сонда әйел адам көмектесу үшін жаңағы еркек адам уже ақша таппай, ештеңе қолынан келмей, сөйтіп отырып қалады. Сол кезде әйел адам екі пути бар. Біріншісі жаңағыдай Аллахтың жолыменен дұрыстап сөйлесіп, күйеуінен жақсы нәрсені көріп, рахмет айтып, кешірім сұрап, және де күйеуіне мынаны былай істейік, сөйтейік деп көмекшілігі, енді өзінің табиғатында көмекші ғой әйел адам, сол көмекшілігін жасап кетсе, ер адам күннің күнінде істеп кетеді. Ол енді бір күнде емес, бір күнде бір сағатта емес, айта беріп, ішкі дүние бәрі толық басында. Енді әйел адам былай айтады керек ретінде, бірақ та ішкі дүниесінде бәрібір қарсылық пайда болады. Соның бәрін өзі постепенно әйел адам түзелеп алады да, ішкі дүниесінде де күйеуіне деген дұрыстық пайда болған кезде Алла тағала ол әйелді күйеу арқылы ризықтандырады екен. Пока сол әйел адам сауабын алғанға дейін күйеуін жақсы көріп, видениесімен жақсы нәрсені көріп, жаңағы жақсылыққа қарай күйеуіне сеніп, сенің қолыңнан бәрі келеді, сен молодец, мен саған сенемін деген сөздерді айтып, сендіріп, күйеуін алға қарай жүргенге жетектегенге дейін күйеу қателеседі екен. Өйткені әйел адам көмекшілігін атқару керек. Көрдіңіздер ме, қандай өмір деген өте справедливый, өмір деген мудрость. Біз ойлаймыз, жоқ, біз ұрса беруіміз керек, біз сөйлей беруіміз керек, бір тисе беруіміз керек, бірақ еркек бізді ақшаны әкеле беру керек. Ол кішкене тәкаппарлық, эгоизм, важность. Енді ол нәрсе айтады ғой, тәкаппарлықтың шаңның тозаңындай болса адам жәннатқа кірмейді. Жәннат ол екі дүниеде де, осы дүниеде де, келесі дүниеде де. Осы дүниедегі жақсы өміріміз жәннат екен. Соны енді оқып, талдап, біліп жатырмыз бәріміз. Сол білген бөлісіп қояйын. Ешкім ақылдымын немесе ой керемет бәрін білемін деп отырған жоқпын. Сіздер де бәрін білесіздер, өйткені барлығымыз бірдей таптаза жанмен келгенбіз. Барлығымыздың жанымыз ақылды, бірақ кішкене басқадай білім алып қойып, сол білімнің артынан кетіп қалып, кішкене барлығымыздың біраз бұрыс жолға кетіп қалғандығымыз бар, енді өзіміздің ойлағанымызды ойлап. Сондықтан қайтадан түзу жолға түсіп алуды Аллах тағала әр мұсылманға несіп етсін. Күндеріміз сәтті болсын.